Қадір түні мың айдан да қайырлы. Ғұмырын құлшылықпен өткізіп, Алла тағаланың разылығын табуды қалаған құлдар үшін ең қасиетті түн Қадір түні. Құран кәрімде Қадір түнінің қадір қасиеті мен артықшылығын түсіндіретін Ләйләтүл Қадр деген сүре бар. Қадір түні мың айдан да қайырлы түн. Қадір түні дұғалар қабыл болатын түн. Қадір түнінің өзге түндерден тіпті өзге күндер мен айлардан артықшылығы сол. Ол түні жер бетіне өте көп періштелер түседі. Олардың ішінде барша пайғамбарларға Алланың хабарларын жеткізіп отырған Жәбірил періште болады. Періштелер жай ғана түспейді. Олар жердегі ізгі мұсылмандар құлдарға ең рахымдылардың рахымдысы ұлы Алла тағаладан қайыр береке мен мол жақсылық ала түседі. Хадис шәріпте Қадір түні жерге түсетін періштелердің саны жер бетіндегі майда тастардан да көп болады делінген. Тағы бір хадисте ол түнгі түскен көп періштелерге жердің беті тарлық етеді делінеді. Сондай-ақ осы түннің қадірлі болуының тағы бір мәні, бұл түнде қадірлі үмбеттің қадірлі пайғамбарына қасиетті Құран түсті. Құран кәрім мұсылмандар өміріне басшылық ететін, пайда мен зиянның, жақсы мен жаманның, тура жол мен адасудың ара жігін ажыратып беретін баға жетпес құнды кітап. Олай болса, мүміндер үшін бұл кітап түскен түннің қадірі аса жоғары. Әрине, қасиетті Құран жер бетіне толығымен бірақ түспеген, бірақ осы түнде ардақты пайғамбарымызға адамдарға Алла тағаланың дінін жеткізетін елші болу міндеті және Құранның ең алғашқы аяттары түсе бастады. Міне, сондықтан Құранда біз оны Қадір түнінде түсірдік делінген. Қадір түні мың айдан да қайырлы деген аятқа келсек, бұлайғы жұрт көп мән бере бермейтін бір мәселе бар. Біз Қадір түні мың айдан да қайырлы дейміз де қоямыз, бірақ оның мәні әлде қайда тереңде жатыр. Бұны Қадір түнінде жасаған әрбір іс-әрекет құлшылық өзге уақытта мың ай тоқтаусыз жасағаннан да артық деп түсінген жөн. Мысалы, бұл түнде Құран оқысақ, мың ай бойы тоқтаусыз Құран оқығанмен тең болады. Намаз оқысақ, мың ай бойы намаз оқығандай боламыз. Басқа ізгі амалдарымыз да сол секілді еселенеді. Енді өзіңіз елестете беріңіз. Мың ай қарапайым арифметикалық жолмен есептегеннің өзінде 83 жылдық мерзімді қамтиды. Ал кейбір ғалымдар мың деген санды араб халқы негізінен өте көп деген мағынада қолданады. Сондықтан Құранның Қадір түні мың айдан қайырлы деген аятындағы мың сөзі де өте көп деген мағынаны береді деп есептейді. Бұл жағдайда ол сан одан да көп өсуі мүмкін. Бұл қасиетті түнде Жәбірил мен бүкіл періштелер жер бетіне түседі. Бұл туралы аталмыш сүреде періштелер мен рух түсіріледі деген аят бар. Мұндағы рух сөзін ғалымдар Жәбірил періште деп тұжырымдар жасаған. Олар бұл түнді ғибадаттарымен өткізген миллиондаған мұсылмандардың шын ықыластарын, ниеттерін байқап, тілек дұғаларына әмин, әмин деп, ал қиямет қайымда Қадір түндегі жасаған ғибадаттарымызға, құлшылықтарымызға куә болады. Алайда, бұл түнде мынадай 4 топтағы кісінің тілегі қабылданбайды. Олар арақ ішкіш, ата-анасының қарғысын алған, туыстарына қол үзген және мұсылман бауырымен 3 күннен артық араздасып жүрген адамдар.